Өмір үлкен мектеп. Бүгінгі айтпақ хикаям астамшылық пен тәкаппарлықтың соңы қандай өкінішке әкелетіні туралы. Деміңізді ішіңізге тартып, соңына дейін тыңдаңыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Салиха апай ауылдағы сыйлы, сөзі дуалы әйелдердің бірі еді. Мінезі өр, көкірегі жоғары болатын. Жалғыз ұлы Асқар қаладан Анар есімді қарапайым, көп балалы отбасынан шыққан қызға үйленіп келгенде Салиха апайдың қабағы ашылмады. Бұл жетімсіреген сорлы менің жалғыз ұлыма тең емес, көзінен сор сорғалап тұр, деп алғашқы күннен бастап келінін кемсіте бастады. Анар үндемейтін, күн шықпай тұрып, үйдің бүкіл шаруасын істеп, енесінің баптарын тауып, шайын беретін. Бірақ Салиха апайға ештеңе жақпады. Келінінің аяғы ауырлағанда да аяушылық танытпады. Бір күні Асқар жұмыспен алыс сапарға кетті. Дәл сол түні Анардың толғағы қысып, іші қатты ауырды. Сырқаттанып төсектен тұра алмай қалған келінін көрген Салиха апай көмектесудің орнына айғайға басты. Әдейі істеп тұрсың, балам, үйден кетсе болды, ауру болып шыға келесің. Тұр, үйден кет, көзіме көрінбе, төркініңе бар, деп қыстың көзі қырауда Анарды жалғыз шабатанымен есіктен итеріп қуып шықты. Анар жылап түн ішінде кетіп қалды. Жолда жедел жәрдеммен ауруханаға жетіп, ұл босанды. Алайда енесінің бұл қылығына шыдай алмаған Анар Асқармен ажырасып, қалаға көшіп келді. Арадан тура 15 жыл өтті. Жылдар Салиха апайды аямады. Жалғыз ұлы Асқар қайтыс болып, кейуана үлкен үйде бір өзі қалды. Көп ұзамай Салиха апайды сал ауруы басып төсекке таңылды. Күтетін ешкімі жоқ, туған туыстары да бет бұрды. Көршілері оны қаладан арнайы келетін ақылы қарттар үйіне өткізуге шешім қабылдады. Салиха апайды үлкен, зәулім, өте таза қарттар үйіне алып келді. Ол жердің бас дәрігері, иесі өте сыйлы, мейірімді әйел екен. Салиха апайды палатаға орналастырып жатқанда бөлмеге сол мекеменің басшысы кіріп келді. Кейуана басын көтеріп қарағанда жүрегі тоқтап қала жаздады. Бұл осыдан 15 жыл бұрын өзі түн ішінде қуып шыққан келіні Анар еді. Анар қазір үлкен кәсіпкер, осы орталықтың қожайыны болған. Жанында бойы ұзын, көздері Асқардан айнымайтын 15 жасар әдемі ұл бала тұрды. Салиха апай ұятынан жерге кіріп кете жаздап, теріс қарап жылап жіберді. Қазір мені қуып шығады, өш алады, деп дірілдеп күтті. Бірақ Анар олай істемеді. Ол ескі енесінің қасына келіп, қолынан ұстады. Көзіне жас алып, апа, уайымдамаңыз, сіз мені қуып шыққанда мен өмір сүруді, мықты болуды үйрендім. Мен сіз сияқты тасбауыр емеспін. Бұл сіздің немереңіз. Сізді ешкім ренжітпейді. Осы жерде төрде отырасыз, деді. Салиха апай өкініштен өртеніп, келінінің қолын сүйіп, кешірім сұрап жылады. Бірақ өткен уақыт пен жоғалған мүмкіндік артқа қайтпайды. Жақсылық пен жамандық қатар дүние деген осы ағайын.